Ал енді біз 3 қаңтар күні Арон Атабектің 40 болды. Сол жерге қоғам белсенділері жиналып 40-ын өткізуге бардық. 40-ын өткізіп біткен кезде мына Маңғыстаудың жігіттері мына газдың қымбаттауына байланысты митинг жасап жатыр деген әңгіме шықты. Соған байланысты сол жерде тұрған қоғам белсендінің барлығы қолдаймыз деді. Маңғыстауды қолдайық, өйткені қымбатшылық күшейіп бара жатыр. Бұған кішкене жаңағы тосқауыл қоймасақ болмайды деді. Соған байланысты жаңа 40 стол біткеннен кейін, бәрі далаға шыққаннан кейін ақырын жаяу барайық деді. Жаяу шығайық деді. Сонымен жаяу шығып, бер таман жүріп еді, бүткіл автозақты қойып қойған, ОМОНдар қойып қойған жаппай ұстай бастады қоғам белсенділерін. Түрксібский рободыға бардық. Сонда барып білдік, оларды бәріне 15 күнге барлығын жауып тастағанын. Олардың көрдіңіз бе, құқығы бұл жерде ескерілмей тапталып тұр, былайша айтқанда, конституциялық құқығы тапталып тұр. Содан оларға көзіміз жеткеннен кейін, енді 15 күн шығармайтын. Біз үйге қайттық о күні, ертесі кешкісін қыздар маған звондады. Аға, ел жиналып жатыр екен деп, Алматы аренада. Сосын машинаға отырасап, мен осы 2 қызды тағы да алып, осы Алматы аренаға келдім. Алматы аренаға келсек, мына жерде ақырын халық жиналып жатыр екен. Менің келгенде көргенім, мына жақта автозактар тұр, полиция тұр, мына жерде ОМОНдар тұр. Мына жерде енді 2-3 мыңдай жас жігіттер тұрды. Қызы бар, жастар тұрды, қыздар бар, ұлдар бар. Мына ОМОНдарға тапсырма береді, жүгіріп барып аналарды жұлқылайды, жұлып барып, алып барып, ана автозаққа салмақшы. Бірақ та ана жігіттер барады да, жаңағы ұстаған адамдарды жұлып алады. Содан жаңағы ОМОНдар как будто бір ана төбетке абалаған ит құсап, іште соларды боқтап, соларға за болып тұр. Енді мына формуларына сеніп тұр ғой енді. Енді біз барып айтып жатырмыз оларға, ей басылыңдар, бұл сендердің бауырларың, бұл қазақ, сенің халқың, бұл қазақтар. Сендер қалай болса солай, бұлардың құқығы бар, кәдімгі конституциялық. Қалай болса солай, неғыла бермеңдер. Ақылдасып шешейік деп. Бірақ аналар ештеңені тыңдамайды. Как будто программированный робот сияқты. Біраз жиналғаннан кейін, мына төмен жақтан тағы да бір топ адам келді, 1000 шақты адам келді. Мына жолдан тағы да 1000 шақты адам келді. Соныменен әлем адам қаптады осы жерде. О кезде жаңағы аналар, ОМОНдар, ешкім уже қолдарынан ештеңе келмейтінін біліп, олар машиналарына отырып, ақырын жылжи бастады. Бүткіл сол талпа төмен қаратай жүрді. Сонымен мына 2 қызды мен машинамен алып келген, мынау жоқта машина айдалада қалды. Енді мына қыздар айтты, Ләйлә мен Майра, біз енді осы топпен кете берейік, сіз машинаңызға барыңыз, телефонмен хабарласып тұрамыз деді. Соныменен бұлар тура осы момышылымен төмен қарай кетті. Мен машинаға барып, бұлардан хабар күтіп жаттым. Әбден таңға жуық қана хабар келді, біз аман есен жеттік, үйдеміз, уайымдамаңыз деген. Бұл 4 күні. Қаңтардың 5 күні біз осы алаңға келдік. Сол кезде топырлаған адам, жастар, неше түрлі бейбіт адамдар осы жерде қаптап жүрді. Сол кезде мені Дәулет деген жігіт, сіздер шақырып жатыр, Балташ Тұрсынбай деген марқұм шақырып жатыр, кездесуге шақырып жатыр деді. Сонымен біз осы Тимирязеваның бойында ана жерде бір гостиница бар, сол гостиницаға бардық. Сол жерде Балташ Тұрсынбай марқұм бар екен, Санабара бар екен, Закирова, Әнуар бар. Біз жаңағы Шүкір Абдуллаев, Салтанат үшеуміз бардық. Сол жерде ОДКБ-ның әскері келе жатыр екен. Енді осы әскерді бізге Қазақстанға қажеті жоқ ол әскердің. Біз өзіміз бұл мәселені шешеміз деп соныменен сол жерде Тоқаевқа үндеу жаздық. Үндеу жаздық, сол жерде ақылдасып отырып бәрін жазып біткеннен кейін бұл жерде интернет жоқ. Сонымен жаңағы Думан Мұхаммед Кәрім
дәулеттің машинасы менен Қырғызстанға кетті. Соны жіберу үшін. Біз сосын кешкісін қайтып келдік, осы жерде жүрдік. Уже акиматтың кейбір жерлерінен уже от шыға бастады. Сол кезде біз барып жақындасақ, жаңағы кабинеттердің терезесін ашып тастап, жаңағы мониторды, жаңағы компьютердің заттарын кейбіреулер прям далаға лақтырып жатыр біреулер. Соның қасына барып мен, жігіттер, бұл болды ғой енді, бұл халықтың дүниесі, мүлкі, енді тиіспеңдер, тұра берсін сол күйінше дедім. Менің бетіме қарап тұрады да үндемейді. Соң бет қайтып былай кетіп, қайтып айланып келсем, уже жаңа жерден от шығып жатыр, жағып жатыр. Ертесі 6-сы күні келдік. 6-сы күні келдік, енді көп жігіттер жаңағы штаб құрайық, кішкене бір ретке келтірейік деп ұмтылдық. Бірақ ана топырлаған сол кезде дикий арман жүрді, міне жақтан топырлап ана жерге барып тұрады, міне жерге барып тұрады, елдер әйтеуір барып оны тыңдап жатыр. Сол сияқты ар жағында резиденция жақта жаңағы қару-жарақтар жатыр деді, қалқандар жатыр деді, амондардың киімдер жатыр деді. Кешке қаратай уже маған звоноктар түсе бастады, жаңағы туысқандардан, басқа жаңағы жолдастардан, ОДКБ-ның әскері келе жатыр, қайтыңдар андағы жерден деп. Содан кейін қарасақ, уже жас жігіттер қалған екен, мына жерде өңкей бейбіт адамдар қапты кешке қаратай. Мына жерде қазан ошақты қойып, елдер жаңағы күріш басып, мына жақтан елдер тамақ әкеп жатты. Сөйтіп кешке қарай уже қараңғы түсе бастаған кезде сайлау лепесіп келді. Қазір уже келді ОДКБ-ның әскері, қазір кеп қоршайды деп. Сонда мына жақтан, мына форумның жақтан әскери техникалар келді. Фарлар жарқап, ана жақтан кеп, бәрі ана жаққа кеп орналасты. Біразы мына жақтан кеп орналасты. Сол кезде бірінші рет бір уақытта атыс басталды. Сонда мына жерде жаңағы біз экстремист емеспіз деп, экстремист емеспіз, біз қарапайым халықпыз деген лозунгын жасап ақ материалменен жастар тұрды ана жерде. Көп адамдар қатар-қатар жастар тұрды. Сол кезде жаңағы ОДКБ-ның әскері келсе, біз енді алдынан шығайық, келіссөз жасайық, мына халықты атпасын деп. Сол жерде Сайлау Лепесов бар, Шүкір Абдуллаев, Мұратбек Есенғазы үшеуі былай қаратай шықты. Сол кезде тағы 2 жас жігіт шықты, біреу ту көтеріп. Сол кезде анда 2 жас жігіт те құлады ар жағынан. Содан бұлар қайтып келді. Ар қаратай уже келіссөз болмайтын. Бұл көтеріліс мінекей мына 30 жыл Назарбаевтың билеген жүйесінде мына мұнай өнімдерінде бағанык болсын, барлығы солардың қолында ғой. Бүткіл жердің байлығы да түгел өздерінің туыстарымен, нәсімен иемденіп алған. Енді халық чыдап жүрді. Мына аяқ астынан газдың бағасын көтерген кезде, енді мұнай болмаса да қарапайым халық әйтеу газ орнатып машинасын, техникасын соныменен күн көріп жүрді ғой. Енді аяқ астынан газдың бағасын көтерген кезде халық чыдамай кетті. Сонда жаңағы Жаңаөзенде бірінші сояқтан басталды, содан кейін халық қолдап кетті о жақта. Сөйтіп аяқ астынан жиналды. Ал о кезде жаңағы төрті күні бүткіл жаңағы біздің Алматыдағы қоғам белсендінің бәрі қамауда жатты. Содан мінекей аяқ асты болды. Халық енді 3 күн бойы көшеде полицияда болған жоқ, ешкімде жоқ. Алматы бір ессіз қалған сияқты болды. Барлығы осы жерде жүрген сияқты болып тұрды. Енді халық қуанып жүрді, бір жеңіс болған шығар деп. Соның аяғы жаңағы мына жерден ОДКБ-ның әскері келіп атыс басталды кешкі жақын 6-сы күні. Сонда алғашқы жаңағы мен айтқандай атыс басталған кезде бірінші рет гүрілдеп, кәдімгідей автоматтың, пулеметтің дауыстары, жаңағы жарылған гранаттың дауыстары, сондай бір үндер шығып, кәдімгі соғыс жүріп жатқан сияқты болды.
халық кішкене былай таман толқып шықты да қайтадан барып тұрды. Ол бір кішкене тыныштық болды да, содан кейін екінші рет сондай болды тағы да. Екінші рет болған кезде тағы да атыс басталды сондай. Айсұлтанның сөзі шықты ғой, менің атамның жаңағы өздерінің ұстап жүрген адамдары бар. Кәдімгі мына Үшқоңырда олардың казармасы бар. Сол адамдар мына қарапайым халықтың ішіне кіріп кетті. Сонымен қарапайым халық, олар да біз сияқты қазақтар, сондықтан оларды біз ажыратамадық. Жай адамдар кім, соның адамдары кім. Себебі оларға бұйрық беріп отыр, ана зданиялар жағуға. Қарапайым адам, жігіттер ана техниканы өртемейді, басқаны өртемейді. Оларға ендігі мақсаты олардың уже ОДК-ның әскерге келген кейін билікті ала алмайтын болғаннан кейін енді халықты жек көрініш жасау керек болды. Мына болып жатқан жағдайдың барлығы, жаңағы өртеніп жатқан техника, өртеніп жатқан зданияның барлығын как будто халық өртеп жатқан сияқты көрсету керек болды.